Бірінші қыркүйек білім күні мерекесінде Нұр-Сұлтан қаласында Бином School мектебінің салтанатты ашылуы болды. Жоғарғы стандарттарға сай салынған білім ошағының көздегені білімді, жан-жақты қабілеттерді бойына шоғырландырған ұрпақ тәрбиелеу. Құрметті ұстаздар, барыңызды жаңа 2021-2022 оқу жылымен шын жүрекке құттықтаймын. Бүгін Бином School компаниясының ең бірінші мектебі өзінің есігін айқара ашты. Мектебімізге 4000 оқушы келді. Соның 700-дейі ол бірінші сынып оқушылары. Бином BI Group компаниясының әлеуметтік жобасы, қалыптасып келе жатқан бренд. Елдегі білім стандарттарын көтеруде көрсетілетін үлгі бағдар. Тағы 3 бірдей Бином School Нұр-Сұлтан қаласы бойынша қолданысқа берілмек. Бүгін біз осындай тамаша мереке күні Нұр-Сұлтан қаласының қақ төрінен ашылған әдемі жарық, балаларға инфрақұрылымы өте қолайлы Бином мектебін ашып отырмыз. Судай жаңа мектебіміздің табалдырығын 4000 оқушы аттап отыр. Және 300-ге жуық ұстаздарымыз қабылданып, қазір жұмысты бастап кетті. Бұл Бином мектебінің ең үлкен миссиясы бұл жалпы Нұр-Сұлтан қаласының кез келген оқушысына бірдей жағдай жасау, қолжетімді сапалы білім беру. Бином мектебі биылғы оқу жылына 27 бірінші сынып, 15 екінші сынып, 15 үшінші сынып, 13 төртінші сыныпты қабылдады. Әр сыныпта 25 баладан. Оқу қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. Особенность нашей школы заключается в том, что здесь будут работать преподаватели, прошедшие отбор в 2 тура. Первый тур – это тестирование, затем собеседование. В этой школе работают лучшие учителя нашего города, лучшие учителя Республики Казахстан. Более того, этим учителям, тем, у которых нет жилья, предоставляется жилье в общежитии для учителей. В этом году у меня первый класс русским языком обучения. В классе 25 учеников. И что характерно, что в этом году в казахстанские школы вернулся наш любимый учебник «Букварь». Если мы раньше занимались по учебнику обучения грамоте, то с 2021 года во все казахстанские школы вернулся учебник «Букварь» и «Алипе». Меня зовут Абель Мансур Разаматулы, мне 7 лет, я хожу в школу Бином, хочу учиться на одни пятерки. Сондай-ақ білім күні нөмірі 82-ші дарын мамандандырылған лицейі де атап өтті. Аталмыш білім ошағы математика мен жаратылыстану пәндерін тереңдетіп оқытады. 3-ші сыныптан бастап іріктеуден өткен оқушылар арнайы сыныптарда білім алады. Нәтижесінде биылғы жылдың қорытындысы бойынша 37 түлектің 95% грант иегері атанған. Жаңа оқу жылында 200 бүлдіршін мектеп табалдырығын аттап бірінші сыныпқа келді. 5 жыл болды мектебіміздің ашылғанына. Осы 5 жылдың ішінде лицей үлкен биік белестерді бағындырды деп айтсам артық болмайды. Себебі ең осы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 10 үздік мектептердің қатарынан орын алдық. Және де республика бойынша үздік 100 мектептің қатарынан ойып тұрып орын алдық. Ол үлкен ұжымның жетістігі. Осы мектеп мұғалімдерінің біліктілігі мен білімдерінің арқасында жеткен жетістік деп бағалаймыз. Биылғы оқу жылының басты жаңалығы сабақтың мектеп қабырғасында өтетіндігі. Мұндай шешімге ата-ана, бала да қуанышты. Бір жылға жуық уақыт бойы мінекей қоғамдағы болып атқан елеулі оқиғаларға сәйкес мектептің табалдырығы балаларға ашылмады. Міне бүгін біз үлкен зор қуаныш үстіндеміз. Өйткені бірінші сыныпқа біздің немереміз үлкен ниетпенен болашақта жоғары дәрежелі білім алуға талпынып, осы арнайы оқу орнына келіп отыр.
1,5 жылдай сабаққа мектепке келген жоқпыз. Осы уақыт бойы біз мұғалімдерімізбен бірге арнайы платформалар арқылы сабақ оқыдық. Бірақ енді осы мектепке келіп отырып біз өте қуаныштымыз. Себебі біз мұғалімдерімізбен қауыштық, оларды көрдік. Оған қоса енді бар ынта-жігерімізбен сабаққа дайын отырмыз. Сүйікті Дарын лицейдің үстем болсын, мерейі үлгілі болсын, ол қызы жарқырай берсін жұлдызы. Жаңа оқу жылында барлық білім ошақтарына артылған міндетті абыроймен атқарып, жоғары жетістіктерге жетулеріне тілектестік білдіреміз.